Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Сіздермен тағы да бүгін біз қызықты подкаст айдарын жүргізуге келдік. Жалпы бүгінгі енді тақырыбымыз күнделіктегі иманды қалай көтеруге болады деген тақырыпты алып отырмыз. Бұл тақырыпта бізде толығырақ мағынасын ашатын осы өзіміздің ағамыз, Құттыбаев Дәурен ағамыз. Бұл кісі Жамбыл облысы Жамбыл ауданының бас имамы. Біраз аудандарда, біраз облыстың аудандарында бас имам қызметін атқарған болатын. Енді студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Енді тақырып белгілі, осы жайлы өзіңіздің білетіндеріңізбен бөлісе кетсеңіз. Ал бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Amma бақыт, енді Алла Тағала ең бірінші отырысымызды берекелі қылсын, ісімізді берекелі қылсын, әрбір істе бір жақсылыққа қарата мұрындық болып, жақсылықты бір шақырып, жақсылықтан, жамандықтан қайтаратын мұсылманбыз ғой. Сол ретімізден қайтпайық. Соның бірі мына осы түсірілімнің өзі сол нәтижеге, жақсылыққа қарата қадам басқан, жақсылыққа жеткізген, Алла бізден разы болған пенделерден болуды Алла нәсіп етсе деймін, иншалла. Енді мына бұл иман деген нәрсе, енді жалпы шариғатымызда, бұл соның ішінде біздің мазхабымызда бұл иман деген нәрсе негізі сеніммен тікелей келетін болсақ, ол көбеймейді, азаймайды да. Сеніммен келетін болсақ. Өйткені ол сенім жеті нәрсеге сену. Иманның шарты жетеу. Ол жетеуін біз азайта алмаймыз да, көбейте алмаймыз да. Ол жетеу ретінде қалады. Бірақ біздің күнделікті құлшылықтарымыз, 5 уақыт намазымыз бар, аптасына бір келетін жұмамыз бар, және де мына жылына бір рет келетін Рамазан бар, ораза. Солардың баршасы күнделікті біздің мына өмір сүруге, өзімізге қолайлы жағдай жасауға, қоғамға пайда алып келуге. Соның баршасына біздің бар сенімнің, иманның септігінен біз ары қарата осы құлшылықтар жасау арқылы біз оны ол көбейет, азаяды деп айта аламыз. Ал былай тікелей сенімдегі тікелей жеті шартты оны көбейте алмаймыз да, азайта алмаймыз да. Ол біздің немізге сәйкес келмейді. Ал бірақ күнделікті өмірдегі енді біз бәріміз бірдей емеспіз ғой. Бір күні 5 уақыт намазға еркін тұрамыз. Таң намазы болсын, басқа намаз болсын, оқыған кезде шынайы құлшылықпен, шынайы құлшыныспен оқимыз. Бір кезде жалқауланамыз. Немесе жұма намазға бармай қоямыз. Немесе жаңағыдай оразада кеш дайындық жасаймыз. Дайындығымызды неге кеш деймін? Өйткені Рамазан басталып кеткен кезде кейбір нәрсені ойлана бастаймыз. Ал бірақ негізгі алсақ, ол біздің сол жағынан келген кезде біз әлсіреуіміз де, немесе күшеуі де ол сол тұстан қараған кезде. Сенім тұрғысынан емес. Ал біз оған күнделікті жұмыс жасауымыз керек. Өйткені жұмыс жасалмайтын болса, ол әлсіреген күйде әлсіреп, ертеңгі күні біздің былайша айтқан кезде қараңғылық қалып баратын нәрсе. Ол егер оған біздің күнделікті не жеймін, не ішемін деген кезде түрлі нелерге қарата қадам басамыз ғой, қызмет, жұмыс, анау деп. Ал бірақ иман, рухани азық деген кезде біз міндеттерде оған қадам басуымыз керек. Өйткені ол рухани азық бізге ең әуелі керек болған нәрсе. Ал түсінікті. Енді намазға, иманға әсері осы туралы айта кетсеңіз. Бұл енді екеуі бір-біріне байланған дүние бұлар. Өйткені біздің жалпы мына Алла Тағаланың барлық бұйрықтары, барлық бізге орындау керек болған іс-әрекеттердің баршасы, бағана жоғарыда атап өткендердің баршасы, ол жалпы парыз деген атаудың өзі, бабаларымыз 40 парыз деді ғой енді. 40 парыздың әрқайсысы бізді неге итермелейді деген кезде бізді тәрбиелеуге ғой. Өйткені бұл діннен мақсат жалпы адамды кемелдікке жеткізу. Кемел адам дейміз ғой. Кемел адам сол неге жеткізетін нәрсе ең әуелі ол намаз. Неге? Өйткені намаз ол күнделікті айналып келе береді. Ол да несін? Иманға тікелей бірінші әсер ететін. Рамазан ол жылына бір рет келеді. Зекет ол жылына бір рет беріледі. Ол несін? Жаңағыдай қажылық ол жылына бір рет баратын нәрсе. Құрбан айтты. Басқа уақыттарда біздің сол иманды кемелге жеткізетін нәрсе ол біздің 5 уақыт намазымыз. Өйткені біз таң намазынан кейін бір қателік бірден жасап қойсақ, 5 намазымен арадағы қателік пен күнәлардың бәрін шайып тастаған боламыз. Өйткені намаз бен намаздың арасында, жұма мен жұманың арасында, Рамазан мен Рамазан арасында күнәлар кешіріледі деді пайғамбарымыз. Сондықтан бізге бұл тікелей әсері бар. Мына біздің
ана кезіндегі мына шамдар болды ғой. Қазір мына Аллаға шүкір қазір заман бөлек қой. Бұрынғы кездері кәдімгі жаңағы неге шамның әйнегі болады, әйнегін жауып қоямыз. Бұрын сол әйнегін алып тастаса, бір бөлмеден екінші бөлмеге өтсең, ана несі өшіп қалу қаупінде тұрады. Неге? Өйткені оның сақтаушы, құтқарушы немесе қорғаушы жоқ. Иман намазбен қорғалады. Алла Тағала өз Құранда айтқандай, инна салата танха анил фахшаи вал мункар дейді. Бұл намаз арсыздық пен жамандықты тыюшы деді. Сондықтан біздің бұл өмірдегі жаңа жоғарыда айтқан кемел адамға жетудің жолындағы біздің жамандықтар, арсыздықтар, түрлі қиындықтар, күнәлар, олардың бәріне қарсы тұрар құрал ол ең бірінші намаз. Және де сол намаз арқылы біздің иманымызды күшейтеміз. Оқылған сайын біз Алланы ұмытпаймыз, еске алып тұрамыз. Бізге күнә жасауға болмайтындығын еске алып тұрамыз. Азан айтылған сайын міне Алла бізге ескертіп жатыр, жақсылыққа шақырып жатыр, тура жолға шақырып жатыр. Хайя сала, намазға келіңдер деп, хайя фала, құтылуға келіңдер деп деген сияқты соның бәрі сөздер айтылған кезде біз еріксіз не істейміз? Алла Тағаланың біріншіден мойынсұнған боламыз. Екіншіден біз адамбыз ғой, біз пендеміз. Пенде ұмытшақ келеді. Ұмытшақ келгеннен кейін бүгін болған нәрсені ертең ұмытып қалады ол. Сондықтан оны біз Аллаға тәуелді екеніміз, Алла біздің өмірімізге керек екендігін намаз оқыған сайын еске аламыз, және де иманымызды күшейтіп тұрамыз. Біздің телефонның зарядтарын күнде зарядтап қоямыз ғой. Күнде зарядтаймыз, оған ерінбейміз да. Бірақ иманымыздың заряды кейбір кезде әлсірегеннің үстіне әлсіреп кетеді. Бірақ оған мән бермей қаламыз. Қарасаң өзіміз ол көрініс, ол ең қиыны бұл жерде. Иманы әлсіреген адам басқаларға дұрыс емес көріністер көрсете бастайды. Басқалармен ерегісіп қалу, ашулану, әке-шешенің айтқан тыңдамай қою, туыстарымен араласпай кету, оларға дөрекі жауап беріп жіберу деген сияқты түрлі нәрселердің баршасы ол қоғамға өзінің дұрыс емес жағынан көрсете бастайды. Дұрыс, ол намаз оқып жүрген адам да көрсетіп жатыр қазір. Оны ютубта айтатындар шығады ғой алдымыздан қазір. Міне намаз оқығанда бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Жоқ, ол кемелдену жолындағы адам ғой әлі. Ол намазды бүгін бастадым, бүгін қосылып мен керемет иман күшейіп кетті, керемет жағдай тақуа болып кеттім, періште болып кеттім деп ешкім айтамайды. Ол сол жолдағы қадамдарды басу арқылы ешкім бірінші этаждан өтпей, 5-ші этажға өтіп кетпейтін сияқты, ол майдағы адаммен ол соған жету жолында жүрген адам ғой. Бәріне бірдей мүмкін бәріне бірдей топырақ шашуға келмейді да бұл әңгіме. Неге? Өйткені біз сол жолда жүрген адам. Ол бәріміз пенде болғаннан кейін бір қателіктің ең керегі жер бұл жерде қателіктің арты жуып шайылу керек. Қателіктің арты дұрысталу керек. Ол намазы біреудің қаза болып кетсе, қазасын өтеп қою керек. Ертең өтеймін, арғын өтеймін деп намаздан айырылғаннан гөрі, ол керісінше сол бірден біреуді ренжітіп қойды ма, онда Алла оның ренжіген адамның күнәсін араға араласпаймын дейді Алла. Сен оны кешірім сұрамайынша ренжітті ма. Сондықтан біздің қолымызда тұрған нәрсені біз бірден барамыз, ренжітіп қойдық па, кешірім сұраймыз. Әрекет жасалу керек. Бір күн өйткені ол кешірім пайғамбар жалпы шариғатта 3 күнге дейін деп айтылады ғой. 3 күн ренжіп тұру керек, одан аспау керек. Ол неге үйтіп қойылды? 3 күннен кейін өзіңде байқасаң, 3 күннен кейін біз суып кетеміз да, кешірім сұрағымыз да келмей қалады, жүрегіміз қатайып кетеді, оны жек көре бастаймыз. Сол мезетте, ренжітіп алған мезетте біз керісінше тұрамыз. Кешірім сұрауым керек деп тұрамыз да, 3 күн өткеннен кейін ол суитыл. Суған соншалықты мен одан неғып кешірім сұрауым керек деуге дейін барып қаламыз. Өзі келсін де өзі кешірім сұрасын дейміз. Ол түрлі себеп айтамыз ар жағын. Ол жасы кіші болды деп айтамыз. Немесе әйтеуір жасы үлкен болса да, ол бастады деген нәрсені алдыға тартып тұрамыз. Сондықтан сол үшін 3 күнге жеткізбей бұл нәрсені біз ол қашан ондайға келеді? Иманы күшейіп тұрған кезде. Ал иман намазсыз, оразасыз, құлшылықтарсыз ол күшею өте қиын. Өйткені Алла бәрін бір-біріне байлап қойған, байланыстырып қойған. Және де пайғамбарымыз да келген пайғамбар болып түскеннен бері қарата, ол Құран түсіп бастаған кезде, ол қарасаңыз 13 жыл тек қана бір ла илаха илlallah Мұхаммад Расул деген сөзге шақырды. Ол 13 жыл бойы Меккеде соған шақырды, соған көшейін деп жатқан 1,5 жыл қалған кезде, көшейін деп жатқан кезде ғана намаз парыз етілді. Көшіп барғаннан кейін Мединаға
мейді көшбасшы 2 жыл, сонда 15 жылдан кейін ораза парыз етілді. Неге? Өйткені бұл кемелдікке жеткізу ғой. Ал ол кездегі кісілерді, ол кездегі арабтарды сондай бір уақыт керек болған. Ал бірақ біз ондай емеспіз ғой. Біздің Аллаға шүкір ата бабамыз мұсылман. Олар мұсылман емес еді ғой. Өздері де мұсылман емес еді, ата бабалар да мұсылман емес еді. Оларға соншалық уақыт керек болды. Сондай кемелдікке жету үшін. Ал біз Аллаға шүкір ата бабамыздан келе жатқан мұсылман болғандықтан бізге ол жеңілдік бізге жеңілдікке соқты. Неге? Өйткені біз кішкентайымыздан ол нәрсені үйреніп келе жатырмыз. Жатарда ля иляха илlallah Мұхаммад Расулullah деп, астағфиралла деп апаларымыз. Мүмкін әріптерде қате болар. Бірақ ол сол Алладан кешірім сұрағысы келгеннің белгісі ғой. Және де ол несін, әрбір сөзде не айтылу керек екенін бәрін қолданған. Мысалы, түшкірген кезде альхамдулилля, жаракумулла деп қойды қасында бірі тұрған. Ол ярхамукалла еді ғой. Бірақ ол бізде ол нәрсенің қалыптасқандығының бір белгісі. Сондықтан біз үшін ол бабаларымыздан біздің қанымызға сіңген нәрсені, ислам, мұсылманшылықты біз өсе келе, балиғатқа тола келе, біз ары қарата тек қана жалғастырып кету біздік. Өйткені ол біздің қанымызда бар. Тек қана соны реттеп отыратын, намазбен жамандықтарға қарата итермелемейтін, бізге тосқауыл болатын, бізге қалқан болатын, бізге сондай құлшылықтар керек болып тұр. Орындаған кезде біз баяғы шайтанның несіне, оның айласына түсіп кетпес үшін, бабаларымыздың жолын алғырата дұрысымен жалғастыру үшін. Өйткені бізге бабаларымыздың ұстанған нәрсесі өте маңызды. Өйткені олардың қазірде әр нәрсесі зерттеген сайын барлығы түптеп дінге келіп тіреледі. Діннің ішінен алып бізге даналықпен жеткізіп қойған. Әрбір сөзді қарасаң, мысалы, ол кезде жаман болатпен тәрбиеледі. Қазір балаларға жаман болады деп айтып көр. Не жаман болады дейді. Қандай нәрсе жаман болады дейді. Ол жамандығы қайдан көріп тұрмын мен дейді. Неге? Өйткені ол кездегі баланы олай тәрбиелеу, өйткені ода сол бабадан қалған тәрбие мен иманның толықсып тұрған кезі. Біз мына Совет одағын былай кеткен уақытынан кейінгі ұрпақта проблемалар жайлап шығып жатқан себебі де сол. Өйткені олар жаңағыдай ол тәрбиемен олар тәрбиелеу кішкене қиындау. Ол бірінші мәселе, ол сол ата баба ғой, бірақ ол өзгеріске ұшыраған аралықта бар ғой адамдар. Одан кейін бізде қазір технология қанша дамыды дегенмен, бірақ біздің отырысымыз телефон, біздің отырысымыз байланыс, нелер араласу, бір-бірімен жаңағыдай жақсы мәміледе болу деген сияқты. Кейбіреуіміз өзіміздің туыстарымыз танымайтын балаларымыз бар. Қаншама нені өзінің көршілерін білмейтіндер бар, өзінің жақындарын танымайтындар бар. Неге? Өйткені ол жаңағыдай біздің белгілі бір сол технологияның артынан кеткеніміздің салдары. Ол керек емес демеймін. Бірақ оны орнымен пайдаланса, керісінше ол жеңілдік болғандықтан туыспен байланысқа келтіріп, керісінше жиі кездесуге шақырып, немесе жаңағыдай үйіне жиі барып тұратын құрал еді негізі, жақсы пайдаланатын. Бізде керісінше болып кетті ғой бәрі. Сондықтан біздің мен бұны неге туыстардың қарым-қатынасын айтып жатырмын? Өйткені бұл осы Алланың бұйрықтары мен иманның септігінен пайда болатын нәрсе. Бабаларымыз еш уақытта байқасақ, ол өзінің тікелей әкесінен дүниеге келген, немесе анасының бауырлары ғана емес қой. Бізде бүкіл әулет, бүкіл жағдай рулас, оның бәрі туыс қылып өзіне қамти берген. Неге? Сол кеңдіктің, сол иманның мен достарым көп болу керек, айналамда жағдай араласатын адам көп болу керек деген нәрсені алдыға тарту арқылы бабаларым соның бәрін көбейте берген. Неге? Өйткені ол солардың тек қана жәрдем келу емес қой. Бұл жерде шынайы сол мұсылманшылықтың кеңдіктің белгісі. Біз кем болмауымыз керек, біз кең болуымыз керек. Ал кеңдікке шақыратын нәрсе ол біздің ислам дін еді. Ал бірақ дінді дұрыс ұстана алмай жатқанымыздан қазір қарасақ, сол бабаларымыздың дін келді, мешіттер көбейді, басқа қалды деген кезде біз керісінше сол бабалардың ұстанғанына қарата оралуымыз керек еді. Біз неге керісінше кетіп баратырмыз? Өйткені дінді толық түсінбей жатырмыз әлі. Діннің тек қана формасымен ғана танысып отырмыз да.
ана бір көп намазхандардан қазір сұрасаңыз, сен дін деген не? 5 уақыт намаз оқу дейді. Ораза ұстау дейді. Дұрыс, ол діннің формасында бар. Бірақ ар жағын кім айтады? Көп намазхандардың проблемасы, ол алады да жағдай намаз оқып үйренеді, біреуге үйретеді. Болды. Ол намазхан арғада не істеу керек енді? Ары қарата мәміле қайда қалды? Ол намаз, ол біздің енді неміз енді ол тек қана кіріспе намаз деген. Бірақ сол кіріспеге де жете алмай жатырмыз ғой енді көпшілік болып. Ал бірақ бірінші ол кіріспе, ары қарата болды. Енді кітап енді ашылады. Ол енді ары қарата бір-бірімен, міне сахабалар кезінде бабаларымыз да соны көрсетті ғой, мысалы. Құнанбай атамыз неге қажылыққа дейін барып келді. Соншалықты шариғаттан білгендігі, соншалықты иман оны жібермегендігі Арафа күніне барды кешіп қалды. Ал пайғамбарымыз салам аль-хаджу Арафа деді. Ол қажылық деген Арафат тауында тұру деді. Ал сол кешіп қалғандықтан, ол Арафатта үлгермегендіктен қажылық өтілмеген болды деп соны біліп тұрды. 1 жыл қалды ғой. 1 жыл қалды. Арафада қайттан тұрды, құрбан айтты, нелерді тас атты барып шайтанға. Енді шайтанды былай немен айтамыз ғой, бірақ ол тікелей өзі шайтан жоқ қой, біреулер айқайлап ұрысып, ұрып атады. Ол мақсатта емес, мен шайтанға қарсымын деген мағынада ғой. Енді сол нәрселердің барлығы соны құр жатқан жоқ, 1 жыл бойы сөрге алды. Енді тақия дейміз ғой, қазіргі тілмен айтқанда бір кішігірім бір демалатын орын салып кетті. Енді одан кейін хабарын білдіргенмен ол кезіндегі Совет одағы басқа сонымен ақпарат ол кісіге жетпеді. Бірақ сол жерде әлі де бір орын ретінде әлі де сол тұр мысалға. Енді мен айтпақ нәрсем, сол нәрселердің баршасын білгендіктен, солардың барлығын тек қана намазбен шектелмей, халқына, жеріне, еліне қызмет атқарды ол кісілердің бар. Мен деген қазіргі қазақи ойшылдардың қайсысына тас атсаңыз да барлығы Құранды жаттаған, медресе көрген. Енді Абай атамыз өзі айтады ғой, медресені балама білдіп бердім, шен алсын, шекпен алсын деп бермедім дейді. Қарасаң, олардың бәрі бір былайша айтқан біздің тілмен айтқанда имамдар ғой. Бірақ олар имамдықты басқаға берді да, өздері халыққа, жерге, елге қызмет атқарып кетті. Сондықтан біздің қарасаң, бірақ олардың барлығы имамнан, имам болудан толық мүмкіндігі бар адамдар еді негізі. Қарасаң, бірақ соны ол енді имам да үйтіп қызмет атқара алмайды деген сөз емес. Бірақ ол кісі бір жақты байланып қалмайын деген мақсат қойған болар. Басқа, бірақ мен айтпақ нәрсем, ол кісілердің баршасы діннен хабар болған. Діннен хабар болғандықтан тек қана өзім деп қалмаған. Ол барлығын халық үшін, ел түзелу керек, ел дұрысталу керек деп жағдай. Соның септігінен, діндарлығының септігінен күні бүгінге дейін, ертең Алла біледі, қияметтің күніне дейін Абай атамыз бүйтіп айтқан деп айтамыз да бәріміз. Айтып келе жатырмыз осы уақытқа дейін. Ол Алла жақсы қылып еді, қияметке дейін айтатын шығармыз. Неге? Өйткені ол кісінің дінге деген қызметі, халыққа, елге деген қызметі ерекше ғой, бәріміз білеміз. Бірақ солар тек қана мен білсем болды деп тоқтаған жоқ қой. Ненің септігінен? Терең білгендіктің септігінен. Кемел адам, жоғарыда айтқанымыз, кемел адамның жағдайына жеткен адам ретінде алдыда қара сөзін жазып кетті. Ол шынымен де әрқайсысын оқып қарасақ, қазіргі заманда болып жатқан дүниелер де бар. Біз қазақ сол кезде қандай еді, қазір де сондаймыз ғой. Енді жақсарған дүниеміз жоқ демеймін, бірақ кемшіліктер де жоқ емес. Сондықтан сол кемшіліктерді ол кісі тізіп тұрып жазып кетті ғой бәрін. Ол өзіне керек болатын нәрсе емес, былайша айтқан кезде. Ол әуелі Алланың разылығын және де халықтың дұрысталғандығын. Не себепті? Намазын оқып, оразатын тұтып, Алланы танып, Алланың бергеніне шүкір деп, соның барлығын біліп, кемеліне жеткізіп, соның бәрі білгендігінің септігінен. Сондықтан бізде айтпақ нәрсем, әрқайсымыз сондай нәрсеге, сол жолда жүрген адамбыз. Сондықтан мына құлшылықтардың әрқайсысы соған мән беру арқылы, дұрыс орындау арқылы біз осы кемелдікке жеткен кезде біздің қоғам да түзеледі. Біздің қазір дұрыс емес қоғам, қателікті қоғам деген мақсат сөзден аулақпын. Ал бірақ жалпы алған кезде одан да жақсырақ болады деп айтайыншы. Одан да дұрысырақ болады, одан да жағдай. Өйткені қазір тойымыздың кейбір тойларымыз сыйқы анау Алла тағалады құптамаған, бабаларымыз да ішпеген нәрсе ішіліп жатыр. Жартылай жалаңаш, кейбір тамадалар бәріне бір несі топырақ шашпай қояйын. Кейбірлер мазақ қылу, үлкен кішісіне қарамай деген сияқты. Бұның барлығы біздің тойымыздың, қуанышымыздың өзі
кейбір сыйқы осындай болып қалды да жаңағы. Ал бірақ кешегі сол абай атамыз сол қазір келіп көрсе не деп айтар еді? Тағы да бір қара сөздер жазып кететін бе еді мына нәрсені көріп ше. Ана астарымыздың жағдайы, ана аста төк. Мысалы ол енді абай атамыздың заманында да болған шығар мысалы. Соның барлығы біздің ана дұрысталған кезде. Бір сөзімді аяқтайын бір мысалмен. Бір бауырымыз бір күні келді де жаңағыдай мынандай сұрақ қояды да. Енді шариғатымыз енді адам қайтыс болған жерде 3 күн тамақ берілмейді деп айтылады ғой жаңағы. Ол жерден қазан асылмайды деп айтылады. Оны қазақтың бәрі біледі. Тек қана орындамай отыр да қазір. Мен айтамын да сен бұл ойға қалай келдің деймін ғой. Намаз бастағалы бері келдім дейді де. Енді халыққа не істеу керек? Мен айтпай-ақ сұраққа жауап айтып тұрсың ғой деймін ғой. Не істеу керек? Намазын оқып дінін тану керек. Дінін таныған кезде ол ана нәрсенің дұрыс емес екенін түсінген кезде бізде былай ғой. Біз бәріміз білеміз. Ненің дұрыс, ненің харам, ненің халал, ненің адал, ненің арам екенін бәріміз білеміз. Бірақ неге оны орындамай отырмыз? Өйткені терең білім жоқ. Және де оған жек көру жоқ. Бір жек көрген адамның, бір жек көретін адаммен бір дастарханда отырмаймыз ғой. Бірақ жек көретін арақтың қасында отыра береміз да. Мысалға деп отқаным ғой. Ал шынымен де жек көрген адам ол жерде отырмайтын еді. Ана жек көрген адамның қасында отырғысы келмеген сияқты. Сондықтан біз тек қана білу ғана емес, бұл жерде терең ол нәрсенің Алланың арам еткендігін түсіну, және де оны жек көру. Жек көрінішті нәжіс деп, оны лас деп білген адам оның жанынан табылмайды. Ол айдалаға қашып кетеді. Бірақ сол таныммен терең нені жету қалай болады деген кезде еңбектің арқасы қай жағынан діннің намазын оқып, құлшылығын жасап, орындаған сайын оны терең ұғына береді, ұғынған сайын жамандықтардан алыстай береді. Мәселен бәрі осыда. Жалпы енді осы орайда бір сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Жалпы сіз көп отырыс жайлы айттыңыз, адамдардың бірігу туралы айттыңыз. Енді айтады, отырыстың ең қайырлысы екі немесе одан да адам біріккен кезде, бір жерде отырған кезде, ол Алланың есімімен, жаңа пайғамбардың есімі аталып, Құранның аяттары туралы айтылған кезде, ол қайырлы отырыстардан болады. Енді біздің арамызда қазіргі таңда былайша айтқанда современный жастардың арасында гәп немесе тағы да басқа отырыстар көп болады да. Бірақ та иман жолдарын күшейтудің орнына ондай әңгімелер көп айтыла бермейді. Бұған қоғамымызда осы ортаның иманға беретін өзіндік әсер туралы өзіңіздің ойыңызды толық жеткізіп бере алсаңыз. Мен қолдан келгенше. Ал бірақ біздің ол үйтіп жиналғандары жақсы. Бірақ енді тікелей мысалға Құранның аяты, хадистер, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ол айтылмаса, бірақ жақсы мәміле болса, жақсы сөз болса, жақсы жаңағы енді барлығы бірдей арнайы бір медресе болып бітірген адам болмас. Ал бірақ жалпы ол жерде жақсы нәрсеге шақырылған дастархан болса, оның өзі де ол сол хадистерде айтылған отырыстардың бірі ғой. Жақсылыққа шақырылған болса. Бірақ біздің жиналу мақсатымыз тек қана бір ішіп жеуден бөлек, енді ол дастарханнан мақсаттың ішінде бар ғой. Біз күнәлі істерге шақыру, немесе бір сойырдан бір сыралатып қайту, немесе жаңағыдай бір біздің мақсат сол сияқты дүниелер болатын болса, яғни күнәға итермелейтін нәрсе. Ол отырыстың өзінде береке жоқ. Және де ол отырыстың біз өзгертуіміз керек, немесе жаңағыдай біз ол отырыстан амал жоқ кетіп қалуымыз керек болады да. Бірақ соны біріншіден өзінің достары бір қаншама уақыттан араласып келе жатқан адамдары болғандықтан, ол жерде соны өзгертуге тырысқаны дұрысырақ бірінші. Өйткені жаңағыдай біз ондай нәрселерге жол бермейік. Біз өзіміздің жаңағыдай негізгі дұрыс нәрселерді айту арқылы, немесе жақсылыққа шақырып бір идеяларымызды айтуға, немесе сол сияқты нәрселерді біреу араларында қиналып алса, оған көмектесу ол жаңағы мақсат болғаннан кейін ол жерде ол бір-біріне көмектесу бәрі жайында қалып кетеді. Ол тек мақсат жаңағыдай бір отырып тек қана ол достық деп те аталмайды. Неге десек, өйткені ол жерде бір қиын жері, енді біраз адам біз сынға алар, бірақ ол өйткені біз бір-бірімізді
жамандыққа шақыру арқылы бір-бірімізді күнәһар қылып атқан дастарханнан ол жерде бір-бірін дос деп айтуға да келмейді ғой. Неге десек, өйткені дос досына жамандық тілемейді ғой. Ол сыр алып беріп жатса, ол жамандыққа шақырып, сен керісінше содан сен күнәһар бол деген ой тұр ғой ар жағында. Сондықтан бұл отырыстардың қайыр жоқ, жақсылық жоқ деп жатқан себебіміз сол. Өйткені біз оны біз ол біреуді ішкізу тұрмақ, біз біреуге себепші болуға да қашуымыз керек. Кейбір кезде мысалы аласында жағда бір той жасамайсың ба десе, той жасасаң артынан біреу сен қоймасаң да ана жақтан біреулер осы тойды сылтауратып ұрттап атса, жаныңа батады ғой бәрі. Өйткені сенде мақсат, ондай жаман мақсат жоқ еді. Ал бірақ сен сол септі, енді оны біреудің аузында қақпанда боламайсың ғой. Ал бірақ соны себеп қылып сол жерде ұрттап тұрса, мен оған себепші болғым келген жоқ қой дейсің ғой. Ал бірақ ана жерде оның бәрін істеп тұрғанда сен оны ұрттап басқа қылып тұрған кезде, әттеген-ай дейсің да. Ал бірақ біздің сол үшін біз ол қоғамды, ол немесе сол отырысты, немесе сол достарды жайлап дұрыстауымыз керек та, ретке келтіріп. Неге? Өйткені ретке келтіруге қолдан келмейді емес. Ең кемінде ол әрекет жасалу керек. Әрекеттің берекесі Алладан. Бірақ ол береке, ол жаңағыдай араласып жатқан адамдар келмейтін болса, демек басқа орта іздеу керек болады. Өйткені бізді ол орта жұтып алып кетеді ертең. Егер біз оны тоқтата алмасақ, уағыздамасаң, уағыздаласың деген принцип бар ғой. Өйткені біз баяғыда бір жігітті өзінің достары көшеде ішіп отса, қастарына келеді екен да. Өзі мешітке кетіп бара жатыр. Амандасып, жігіттер қойсаңдаршы аналарыңды. Одан да жүрдер мешітке дейді екен да. Жайлап тұрып кетіп қалады екен. Қастарына ұзақ тұрмай. Ол бірнеше рет қайталанады. Қастарына келеді да. Әйтеуір тоқтамай өтпет дейді да. Тоқтайды міндетті түрде. Бірақ жаңағыдай ескертеді да, қайтадан кетіп қалады екен. Сөйтсе бір күні біреусі тоқтатып та, достарым біреусі, сен біздің мешітке бармайтынымызды білесің дейді. Неге қайта-қайта ескерте бересің дейді. Немесе не қасымызда да отырмайсың. Бұның бір қандай бір даналығы бар дейді ғой. Ол айтады да, мен ескертпесем, ескертіп бірдеңе айтпасам, сен маған насихат айта бастайсың. Мына жерде отыра берсем, мен сол өзім тоқтатқан нәрсеге өзім қосылғандай болам да, сол жерде сөйтіп отыра берген болам дейді. Өзім ескерттім, бірақ өзім қастарында әңгімесін айтып қоям, отырмын. Сол өзім ескертіп, бірақ соны құптап тұрған адам сияқты болып тұрмын. Сондықтан сол екі мақсатта мен ескертем, және де кетіп қаламын деген. Сондықтан ол біздің Абай атамыз айтады ғой өзі. Бірнеше тәрбиелеуші фактор бар дейді, ол ата-ана дейді, ұстаз дейді, қоғам. Қоғам ғой бізді. Ең не былай қылатын да, не былай қылатын да. Сол үшін шариғатымызда жалпы бабаларымыздан да ол үлгі қалған. Сондай ұлық болған батагөйлердің қастарында жүру. Немесе жаңағыдай сондай бір ғалым болған кісілердің қастарында жүру. Тақуа болған, әулие болған кісілердің қастарында жүру. Ол пайғамбарымыз айтып кеткен, және де оны бабаларымыз соны жалғаған. Сондықтан біз егер сондай жақсы адамдардың бізге жақсылыққа шақыратын, қасында отырғанның өзі бізді жақсы бір нәрсемен қалыптастыратын адам болса, соның өзі жеткілікті. Ол бірдеңе айтпай-ақ та қойсын. Ол сондай адамдар болады өзі. Қасына отырғанның өзі былай да жетеді. Сондықтан біз ол үшін біз жұма намаздан бөлек бір мезгіл, 5 уақыт намаздың бір мезгілін мешітте өткізуіміз керек. Мешітте жамағаттың қатарында тұрған кезде, сапта тұрған кезде біреу уағыз айтпай-ақ қойсын. Бірақ сол жерде сапта тұрғанның өзі бір пендеміз бәрі, бір бауырымыз, бір жерден ертең мақсатымыз бір, дініміз бір, пайғамбарымыз бір, Раббымыз бір деп тұрған адамдардың қастарында бір сапта тұрудың өзі адамды рухани кемелдіктерге, рухани бір азық беретін дүние. Сондықтан біз мешіттен жұмаға ғана емес, мешітті біз өзіміздің Алланың үйі, және де біздің де үй деп қалыптастыруға, сондай санамен қалыптастыру керек та. Сол кезде мына жаңағы орта да соған сәйкес өзгере бастайды. Ол әркім енді өзінің жолдастарын, достарын бізге қарағанда жақсырақ біледі ғой. Олар қай жерде қандай сөзбен тамырдан басу керек екенін біледі, басқасын біледі, оған қалай жеткізу керек екенін біледі деген сияқты. Сондай нәрселерді жасай отырып, ол тәрк етіп кетіп қалғанда болмайды. Бірақ енді көнбей тұрса, өзі
жұтылып баратса, өзі азғындыққа ұшырап баратса, ол тәрк етуге де мәжбүр болады. Немесе уақытша бір белгілі бір уақытқа олардан алшақтау немесе. Оларға неге өткенде жағдай өзі сол жамандықтың қатарынан қосылған бір бөлек, өзі сол жамандықты жасап жатқандарын жасап кеткенінен гөрі. Ол қауіп, Алла Тағала жалпы шариғатта жарлар өзіне де көлік айдаған адам бәрі біледі ғой, кетіп бара жатқан кезде ар жағы бір қауіпті бірдеңе болса, алдын ала тоқтатып қояды, алдын ала бір кедергі істеп қояды, мұны сынақ қойып қояды немесе белгілер қойып қояды, ар жағы қауіпті деген сияқты. Алла Тағала да бір нәрсе тыйған кезде алдын ала тоқтатады. Негізі арда жүруге болады. Анау жар болса, жардың шетіне дейін баруға болады. Бірақ Алла Тағала алдын ала тоқтатады. Неге? Өйткені сол түсіп кетпес үшін. Қауіп өте ауыр. Сондықтан соған барып қоймасын деп алдын ала тоқтатады. Сондықтан біз ол сондықтан бұл жерде мен екі түрлі ой айтқан адам сияқты болып тұрмын. Тәрк етуге болмайды деп, немесе тәрк ету керек болады. Ол сол несіне өзінің ситуациясына қарай ол не тәрк ету керек болады, немесе жағдай сол аяғына дейін дұрыстауын қолынан келгенше аяғына дейін жеткізу керек болады. Сондықтан сол өзі сол несіне қарайды ғой, өзі қай жақ қарата бұрылып жатыр, қалай болып жатыр, дұрыс жағына қаратын. Бізде қазір Аллаға шүкір жастардың бәрі ол жағына келген кезде жақсы ғой. Түсінбейді емес, мен бір қуанатыным, бәрі түсінбейді емес, түсінеді. Айтып түсіндіріп берсең, несін енді бір шектен шығып кеткен біреу болмаса, қалғандардың барлығы не түсіндірсең де түсінеді. Оның дұрыс емес екенін біледі, басқа. Бірақ соны кішкене бір мойындатып жіберу, бір көбірек ақпарат беріп жіберу арқылы оны түсіндіріп жүрсе, мойындайды, көпшілігі мойындайды. Тек қана соны мүмкін оған дос емес, оған сөз өтетін бір басқа біреудің, бір ұстаздың ба, сөз өтетін бір кісілердің айту керек болып жатқан шығар мүмкін. Оны да ұйымдастыру керек немесе. Өткен жағдай мұны осы сияқты. Қазір көпшілік әлеуметтік желіде отырғаннан кейін жасалып жатыр ғой мына істің барлығы. Жастардың бәрі сол жақта отырғаннан кейін. Бізде мысалы әлеуметтік желіде бізде көп жоқпыз, бірақ ол Инстаграмда, ТикТокта бәрі бар бізде. Имамдардың көпшілігінде. Бірақ не үшін бар деген кезде, ТикТокта отырып алып, болмайтын нәрсені көріп отыру үшін емес. Ол жаққа ақпарат салу үшін. Ақпарат салып қоямыз. Неге? Өйткені бәрі сонда отыр. Кемінде дұрыс ақпарат көрсін. Жаман нәрсе көрмесін. Онсыз да бізде толып жатыр ғой ішінде. Біз оны ақтарып отыратын, ол үшін арналмаған бізге. Неге? Ол солар басқалар көп отыратын болғандықтан. Қазір жастар емес, орта жас, үлкені бәрі кіріп кетті ғой. Не ТикТок, не YouTube, не Инстаграм. Ол жерге біз салуымыз керек ондай нәрсе. Неге? Ақыр сөрде көп отырғаннан кейін. Тоқтата алмаймыз да, кемінде дұрыс ақпарат беру арқылы бір ақпараттансын. Ақыры мешітке келмей ма? Ақыры жағдай өзіне керексіз таңдай алмайсың ғой ол жерде. Ақпарат маған керек емес. Өйткені ол ұстаз емес қой Инстаграм деген. Ал бірақ сол ұстаздардың дұрыс ақпараттары, дұрыс насихаттары, дұрыс айтқан сөздерін баршасын салып арқылы соны көріп қалсын кемінде. Өйткені онсыз да дін бұзарлар мен дінге қарсы тұрған адамдар онсыз да көп жүрді оның ішінде. Оларды тойып алып, олардың жаңағыдай ақпараттарын басына салып алып шығара алмай тұрғаннан гөрі біздің жағдай, одан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының дұрыс өзінің имамдардың, ұстаздардың насихаттарын тыңдау арқылы тура жолынан адаспаса деген ниет қой баршамызда. Рахмет. Жалпы енді жаңа айтып өттіңіз, әлеуметтік желі болсын, немесе жалпы иманға сыртқы факторлар көбінесе теріс әрекеттерін беріп жатады. Енді осы орайда осы қазіргі қоғамда иманды қалай ұстап қалса болады? Ол үшін не істеу керек? Бұл енді бұл жерде ең мәселе проблема осыда ғой. Енді қиын деп жатқан жоқпын. Тек қана бір өйткені қолдан келмейді деп жатқан жоқпын. Өйткені бұл пайғамбарымыз салам кезінде бұны ескертіп қойды бізге. Ертең иманды сақтап тұру қолда шоқ ұстап тұру сияқты деді. Қолда шоқ ұстап тұрудан да қиын болады деді. Бірақ мәселе оның қиындығында емес. Мәселе өзіміздің басқа нәрсені алдануымызда. Өйткені Алла Құранда бір нәрсені айтты ма, өзі бірдеңе уәде етті ма, бір нәрсені түсіндірді ма, ол хақ, ол ақиқат. Алла Тағала ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха дейді. Адамзат баласына көтере алмайтын жүк берген жоқпыз дейді. Сондықтан бізге шариғатта тыйым салды ма, немесе бұйырды ма, біз көтере алатын болғаннан кейін берілді бізге.
Сондықтан біздің бұл нәрсе бізге ана кейбіреулер естіп алған ойлайды да шоқ ұстағандай қиын болады дегенді, оны қиын екен, оны ұстай алмайды екенбіз ғой деген сияқты көзқарасқа кетіп қалуы мүмкін да. Бірақ мәселе біздің ол иманда емес қой. Иман Алла онсыз да бізге енгізіп қойды ғой өзіне. Аласту би роббикум қалу бәлә деп, мен сендердің раббыларың емеспін ба деген кезде біз мұсылманбысың ба дейсіз, альхамдулилля мұсылманмын дейсіз. Қай уақыттан әл-мисақтан бері артық. Әл-мисақ сол біз рух әлемде не деді, бәрі рух болып тұрған кезде Алла Тағала бізден уәде алды осы нәрсе. Мен сендердің раббыларың емеспін ба дегенде бәріміз иә дедік. Бұны неге айтып отырмын мен? Алла өзіне сеніммен бірге жаратқанда бізді. Сол үшін біз қандай не болып кетейік, кезіндегі Совет одағында атеистпін деген адамның барлығы тәуелсіздік алған кезде мұсылманмын деп шықты ғой. Неге? Өйткені тілмен айтқызды да жүректен алып тастай алмайды оны. Өйткені ол Алла өзіне сеніммен жаратқан бізді. Біз сол үшін қай жерде жүрсек те, қай дін ұстасақ та, немесе ұстанбасақ та, біз бір жардан құлап баратсақ та, немесе орыстарда сөз бар, в падающем самолете атеистов не бывает дейді. Құлап баратқан самолет жоқ, Құдайға сенбеймін деген адам болмайды. Ол міндетті түрде бір күштен сұрай бастайды. Сондықтан Алла өзіне сеніммен бірге жаратқандықтан, ол біздің бірақ бізді алдайтын нәрсе көп. Ол кезінде де алдайтын нәрсе көп еді, қазір тіптім көп. Өйткені ол біздің түрлі ойындар, түрлі әлеуметтік желі оның ішінде ең үлкен проблема. Одан кейін қарасақ түрлі PS-ке кіріп кеткен, ол жаңағыдай ол бір ойнап қойса мейлі қаншама уақытын кетіреді. Оны бір ең қиыны оны күнә деп те айта алмаймыз ғой. Ал бірақ соған отырып алғандар көп та. Телефонның түрлі ойындарына, немесе түрлі ставкаларға кіріп кеткендер қаншама. Шыға алмай ауру болып содан лудомания дейміз. Содан шыға алмай ауру болып қалғандар қаншама. Мен айтпақ нәрсем, біздің шоқ ұстағандай қылып атқан өзіміз ғой. Шоқ қылып атқан өзіміз ғой. Иманды шоқ қылып атқанда өзіміз ғой, былайша айтқанда. Өйткені біздің иманымыз, мен Құдай деп тұрған нәрсе, біз оны шоқ қылып атырмыз да. Сен не қылдың мен дегендей қылып. Өйткені біздің ол қолда тұрған, біз керісінше жақсы әрекеттер жасау арқылы, Алланың бұйрықтарын орындау арқылы, керісінше ол шоқ жұлдыз болу керек еді, ол иманшы. Біз оны алдық та мүлдем басқа жаққа, басқа нәрселермен шұғылдандырып қойдық өзімізді. Жүрек деген соған өлді, соған қарата өзі жүрек деген бұрылып тұратын нәрсе, құбылмалы нәрсе ғой өзі. Қай қарата бұрасың, соған қарата кетеді. Біз алдық та өзімізді басқа бір ойындарға құл қылып қойдық. Ставкаға құл қылып қойдық өзімізді. Бірақ бір Құдайға құл бола алмай тұрмыз да қазір. Сондықтан шоқ ұстағандай болатын себебі сол. Өйткені біздің жағдай ненің, өзіміздің қиын ештеңесі жоқ ол жерде. Тек қана біз өзіміз қиындатпауымыз керек. Ол үшін телефонның анда-санда бір қойып демалту керек та байқысты. Ол демалту арқылы жақсы нәрселерге қадам. Немесе сол телефонның өзінен ақ жақсы нәрселерді көріп, жақсы нәрселерді үйреніп, соған жүзеге асырып амалымызды дұрыстыққа қарата қадам басу керек. Сондықтан біздің мысалы қарапайым ата-анаға деген құрметтің өзі қашан ортаға шығады? Тек қана оның туған күні болған кезде телефонын әдемілеп тұрып нелерін жасаймыз, оны жаса, ол одан кейін ұмытылып кетеді. Барлық адамға топырақ шашпаймын. Ал бірақ көп жағдайда сол мезетте, сол уақытта, сол тойында болсын, әке-шешесін құрметтеп, оны аяғын сүйіп атады, біреу құшақтап бірден жылап атады. Мен айтамын, сол жылап атқан нәрсесі ұзағынан болса екен деймін да. Бірақ сол қарасаңыз, ертеңгісі қарасаң, біраз уақыт өткеннен кейін шешесі бір жақта, бұл жақта әйелімен кетіп қалған, түрлі әңгімелер көп қой қазір мысалы. Ата-анасы сыйламай кеткен, қарттар үйіне апарып тастаған, кешегі жылап атқандар қайда? Кешегі мен айтып отырмын, бәріне бірдей топырақ шашпаймын. Аллаға шүкір, сол ата-анасы сыйлайды, құрметтейтін адамдардың көп болғандықтан шығар, біздің қоғамның әлі де 100% бұзылып кетпей тұрғандығы. Ал бірақ жаңағы нәрсе жоқ емес қой, бар ғой әлі де. Бірақ соның баршасын біз өзіміз құртып отырмыз ғой. Өзіміз түрлі нәрселерге, мысалы қоғамда сауапты нәрселердің көпшілігі тегін. Мешітке барған кезде, Жамбыл ауданына Бәйдібек мешітіне келсең, мысалы, мені вход ақшасы аштырамаймын. Ол тегін, сауап алу тегін, намаз оқу, сауаптар жинау тегін, күлімсіреу, мысалы, бір-біріне күліп қараған кезде, мына сауап ал пайғамбар сүннеті болғандықтан. Бір-біріміз қолымызды ұстап тұрып амандасуымыз,
ол да сауап тегін да. Кейбір енді зекет, қажылық дегендер болмаса, енді ол соған жағдайы бар адамға қатысты ғой енді. Ал бірақ күнәнің бәрін сатып аламыз ғой біз. Темекісін де, арағын да, басқасын да, анаусын, зинаны да бар, ақша беріп жатып не істеп. Өзіміз тозақты сатып алып жатырмыз да былайша айтқан кезде. Соның барлығын мен айтпақ нәрсем ол уақыт өте келе ананың барлығы адам күнә жасаған сайын бір күні намазға келсеңші десе, пенсиямен алдап келді өзін. Пенсиядан кейін зейнетке жеткеннен кейін намаз оқимын деп. Зейнетке жақындаған кезде ананың бәрі қатып қалған, өмірінің бәрі жаңағыдай болған. Ана намаз оқысаңшы десе, мен тілім келмейді, тағы да сылтауларды айтады, тағы жоқ болады. Сондықтан біз керісінше жастар өзгертеді бәрін. Уақыт келе. Ол жамандыққа да өзгертетін, өзінен кейінгілерге дұрыс жағында үйрететін жастар, бұрыс жағында үйрететін жастар. Ертең тура осы бағытпен ары қарата кете беретін болсақ, бізден кейінгілер немесе олардан кейінгілер не болады деген сұрақ туады да. Бір күні бір не түсіріп жатқан түсінген жоқ, маған бүйтіп жазып қойыпты. 2000 қаншаншы жыл деген, 2200 жыл ма бірдеңе деп жазып қойыпты. Бәрі Құдай тамақтап отқан сияқты. Сөйтсе жаңағыдай астына жазып қойыпты. Біздің әжелеріміз орамал тақпаған, біздің әжелеріміз салфетка қойып қойған деп, салфетка қойып қойғандар түсіріп жатыр да. Ертең сол видео сақталады да, шынымен де сол жылға барған кезде біздікілер үйтпеген деп, біздің бұрынғы аталарымыз бен әжелеріміз бізге қаншама құнды дүниелер тастап кетті. Ал енді ананы ертең видео ретінде қаншама ғасырдан кейінгілерге жететін болса, біздікілер орамал деген нәрсе мүлдем білмеген екен ғой. Сен салфетка қойып жүргенде сен не боламыз еді шынымен де. Енді әзіл қылып шығарған да ол. Бірақ әзілдің ар жағында шындық жатыр да. Ертең ол тойының әрбір тойында арақ ішкен, әрбір тойында жалаңаш қыздарды билеткен деген нәрсенің бәрі ертең ұрпаққа қалып кетсе не боламыз деген сұрақ қой. Мен ол өнерді бағаламай немесе бір өнерді дұрыс емес деген адам ретінде айтып отқан жоқпын. Мен тек қана соның адал жағынан келсе, дұрыс жағынан келсе, жаңағыдай біздің қайта қоғамның әйтеуір соның ішінде бір реттелген дүние көп, жоқ демеймін да. Бірақ сонда да жаңағыдай дүниелерді оны да бір ретке келтіру керек та. Өйткені жастар соны көрген сайын оның бәрін солай болу керек деп қалыптастырмау керек ертең мысалы біз қазір түрлі нелердің біреу кореецтерге ұқсағысы келеді, корей ұлтына, біреу анаған ұқсағысы келеді, соның киімдерін келеді, соған байланысты жүргісі келеді деген сияқты. Мысалы ер азаматтар футболистерге, Мессиге қарайды, Роналдоға қарайды, анаған қарайды, солар сияқты жүргісі келіп шашын бояп бірдеңе қылып, соның бәрін көрген ұрпақ ертең не болады деген әңгіме ғой. Өзіміздің бөгенбайлар қайда қалды? Өзіміздің билер қайда қалды? Төле би, Айтеке, тек қана көше ретінде тұрмау керек қой ол. Олар кімдер болғандығы ортаға шығу керек. Абай көшесі барлық қалада бар шығар. Барлық ауылда десем де болатын шығар. Бірақ соның өзін олар тек қана көше ретінде қалмау керек қой. Оның барлығы жағдай несін біздің олардың кім болғандығы, және де бізге не тастап кетті, және де біз не тастауымыз керек деген нәрсеге. Сондықтан олар бізге барлық нәрсені тастап кетті. Дінді де, дәстүрді де, әдеп ғұрыпты бәрін тастап кетті. Біз ертең олар сияқты тастай алмасақ, ертең жағамыздан алып жүрмесін бізден кейінгілер. Қияметтің күнінде маған сен не үйреттің деп. Біз олардан жағасынан ала алмаймыз, өйткені бізге не бар шариғатта барлығын дұрысымен бәрін тастап кетті. Сондықтан біз соны да ойлауымыз керек та. Бұл қияметті біздің ертең сұралатын нәрселер көп қой. Соның бірі басқаларға жамандық жағынан себеп болып қалу. Жаңағы біреудің намаз оқымай қой, намаз оқысаң тастап қойсаң ауыр күнә, оған ниетің түзу, жүрегің таза болса болды деп біреу насихат айтам деп ананың намаз оқуына кері тоқтатып тастаған адам болса, ертең анау жағасынан келіп алады сөйтіп насихат айтқан адамға. Сондықтан біз керісінше дұрыс жасап жатырсың, сол қадамынан қайтпа. Сол намаз оқып бастайын деп жатсың, мешітке барып жатсың ба, керісінше тек қана жүрген кейбір ағымдардан абай бол. Имамның айтқанын тыңда, ұстаздың қасында жүр, сол ақсақалдардың қасында жүр. Сөйтіп насихат айтқанда біз не істейміз, жібермей қоямыз ғой. Бармай қой, вахабист болып кетесің, адасып кетесің. Мешітте қаншама жүрген жамағатты ондай болмаған, дәл
оның жақынына келген кезде сондай болып қалады екен да. Сондықтан біздің кейбір нәрсені ол тек қана біз дұрыс ескертуіміз керек. Ата-ана ретінде, бауыр ретінде жат ағымның жетегіне кетпе деп. Ол түсіндіру, ескерту міндетіміз. Ал бірақ оны имам ескертпей жатқан жоқ қой. Бірақ сол имамның жанына алып келіп қою керек. Міне таныстыру керек. Мынау менің балам, мынау менің бауырым, тура жолдан адасып кетпесін, бір көз қырыңызды салып қоясыз ғой деген сияқты. Сондықтан иншалла біз оның барлығы енді бір сөздің реті келіп тұрғанын айтып тұрғаным ғой. Біздің ал бірақ неге келген кезде біз солай бір-бірімізге жанымыз ашып сөйтіп реттейтін болсақ, әлдеқайда басқаша болар еді да. Мысалға, қызға 40 үйден тыйым. Бәріміз білеміз. Бірақ тыйып жатқан кім бар? Тыйса да тыңдамайды ол. Ол әке-шешесін тыңдамаған, қайттан бәрінде қайттан топырақ шашпаймын. Ол барлық қыздарға қатысы жоқ. Бірақ кейбірі бірақ сол керемет сөз еді ғой негізі. Керемет іс-әрекет еді. Керемет сол ертең қызға байланысты дүние көп қой. Олға да байланысты көп нәрсе бар. Бірақ қыздың дұрыс емес жүруі, ол ұлттың дұрыс емес жүруі былайша айтқан кезде. Ал сол нәрсенің баршасы ол кезінде сөз ретінде өкінішке орай қалып қойып жатыр да. Мен бағанадан бері айтып жатқан дүнием соған қайтып ораламыз ғой. Кемел адам, жақсылыққа қарата қадам басқан адам ретінде несін соған реттеуіміз керек. Дұрыстауымыз керек. Сол кезде қоғам барлығы реттеледі. Жақсы, рахмет. Өте бір қызықты сұхбат болды деп ойлаймын. Барша берген тағылымды ақпараттарыңызға Алланың нұры жаусын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Егер сіздердің осы тарапта келісетін, келіспейтін достарыңыз болатын болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді әлеуметтік желімізде ойларыңызбен бөліссеңіз болады.